Эдгар Мамедов, Самуэль Севиан, Шарджа Open. D4 ATF6, C4 E6, ATF3, B6, жаңа үнді қорғанысы. G3, піл A6. Бірден на C4-тегі сарбазға шабуыл жасайды. B3, піл B4 шах, піл D2 және піл E7. Ат C3, D5, алдық және піл G2. Рокировка, ат Б, D7. Осы екі ат деген бір-біріне кедергі жасайды, мен бұл туралы үнемі айтам. Тура C1, тура E8 ат негізгі орталыққа келді. Егер алатын болсаңыздар, онда аламыз, соңғы болашақта мына сарбазға шабуыл жасаудың мүмкіндігі пайда болады. Піл B7, тура C2, H6, піл C1, A6, піл B2, енді болашақта мына атты қорғайтын біреу болу керек. Піл D6 және ат C4. Егер де бай алатын болсаңыздар, онда біз B7-дегі пілді аламыз. Піл B4, ат D2. Ат F8, E3, ат E6 және ат C4 қайттан өз орнына қайтып келді. Тура B8 ат негізгі орталыққа келді, піл D6 және ат E2. Бұл аттың сөзін сөйлейтін мынандай тамаша піл бар. C5 алдық және ат F4 бұл енді Алехиннің сүйікті аттарының бірі. Ат G5. Ат G5 және ат G4. Алдық және піл C8. Осы жерде осында өрескел қате жіберді. Эдгар басқа да мүмкіндіктер болған шығар. D, былай, H4, алдық және піл D4 деген осындай варианттарды ойнауға мүмкіндік болды. Бірақ бұл шешім табылмады және әзір H4. Бірден алдық және ат H3 шах. Бұл енді шеге, мына жерге шабуыл жасап тұр, жағдайымыз қиындап кетті. Бұлай алдық және ат F4 бұл енді Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. Жағдайымыз біздің онша емес, бірақ болашақта мына піліміз бізге көмектеседі деген бір пайыммен осылай қимылдайтын шығармыз. Өйткені мына екі сарбазда мысалы керемет деп айта алмаймын. Алдық, тура E2 қомағалар қатарына кірді, A2-дегі сарбазға шабуыл жасалды. Піл D4 және ат G2. Неге бұндай шешім қабылданғанын білмеймін, бірақ 2694 деген рейтингісі бар адамға ақыл үйретпей ақ қояйық. Алдық және тура A2. Түсі бөлек пілдердің арасында күресті сербілестер. Біріншісі патшаға шабуыл жасаудың амалын қарастыру керек, екіншісі өтетін сарбазды ұйымдастыруға тырысу керек. Тура C3, піл F5, тура G3, өзімізде патшаға шабуыл жасаудың амалын қарастырамыз. G6 және тура E1 ашық жол біз үшін өте маңызды. Шах, патша G1, A3 және C1. Егер де мынаны алатын болсаңыздар, алдық және бірден шах және мынандай мат қойып тастаймыз. Піл F5, тура C6, H5 және тура D6 бұл тарыш ережесі. Тарыш ережесіне сәйкес мына сарбазға шабуыл жасау. Піл E6, тура C3, шах былай. 0-0-0, ешкімде үлкен басымдық жоқ. D1, F6, бұл енді піл шеге деген лақабаты бар. A5, E3, C1, C3, алдық, патша H7. Енді болашақта мынандай шах және мат деген іс-әрекеттен қорғану. Алдық. Бұл енді бұған көңіл аудармаңыздар, бұл трансляцияның осындай кемшіліктері. Былай алдық, бұның жалпы араб елдерінде бұл жиі жағдай болады, осындай бұлар қателеседі. Былай D8, G3 және осылай партия тең аяқталды. Тарихи сәт. Эдгар Мамедов 14 жас 11 айда Қазақстан тарихындағы ең жас гроссмейстер атағын алды. Эдгар Мамедовты шын жүректен құттықтаймыз және ата-анасына өмірлік күш қуат тілейміз.